Саламатсыздар ма? Мен Батыс Қазақстан облысы Тасқала колледжінің еңбек қорғау пәнінің оқытушысы Пакетов Таңатар Қуандықұлы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Батыс Қазақстан облысының ішкі сулары және су ресурстарымен танысу. Деркөл өзені. Сабағымыздың мақсаты Деркөл өзенінің бүгінгі таңдағы экологиялық жағдайы. Су баға жетпес табиғат байлығы. Жер жүзіндегі барлық тіршілік суға байланысты. Сусыз тіршілік болуы мүмкін емес. Су қорының Қазақстан үшін өте маңызды рөлі атқарады. Себебі оның аумағында шөл және шөлейт аймақтар өте көп. Қазақстан аумағында ірілі ұсақты 85 мың өзен бар. Олардың ішінде жеті өзеннен Ертіс, Есіл, Тобыл, Жайық, Сырдария, Іле-Шу өзендерінің ұзындығы 1000 шақырымнан асады. Республикада өзендердің едәуір бөлігі ішкі тұйық алыпқа жатады және олардың көлдерге, өзендерге барып құяды. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбының біреуі өзіміздің аумақта тұрып атқан Деркөл өзені. Деркөл өзені Жайық өзенінің бір саласы болып есептеледі. Деркөл өзені Тасқала ауданы Вавилин ауылынан бастала алады. Деркөл өзенінің бөлігі жоғары ағысқа жатады. Ол шөлейт зонасында орналасқан. Өзен солтүстік батыстан оңтүстік шығыс бағытқа ағады. Зерттеу барысында қазіргі уақытта Деркөл өзені Вавилин ауылы, Кузнецов ауылы және Тасқала ауылының үстінен өтеді. Сонымен қатар гидрологиялық режимге келсек, өзен ағысы жылдық судың колебалдық деңгейімен байланысты. Колебалдық деңгейге бірнеше фактор әсер етеді. Олардың ең бастысы көктемде қар еру. Себебі Деркөл өзені қар суымен қоректенеді. Сондықтан негізінен өзен аңғары көктем кезінде мезгілінде толады. Екіншіден, гидрологиялық режимге өзен бойында отырғызылатын бақшалар әсер етеді. Ал үшіншіден, климаттық булануға жатады. Яғни жаз айларында су деңгейінің төмендеуі. Судың азаюы тамыз айының соңында, ал судың көбеюі наурыз айының соңында немесе сәуір айының бірінші 10 күнінде өтеді. Өзен наурыз айының ортасында ери бастайды, ал желтоқсан басында қатады. Қазіргі уақытта Деркөл өзенінің экологиялық жағдайы өте төмен жағдайда деп есептеледі. Ол арнайы бағытталған жұмыстарға байланысты. Біріншіден, Деркөл өзенінің негізгі экологиялық жағдайына тоқталатын болсақ, судың органикалық заттармен бөлінген нитрат, фосфат, фенол, тағы басқалар бар. Өзенде гидрологиялық режимнің бұзылуы, яғни 80-ші жылдарда өзен бастауында дамба құрылысы. Антропогендік фактор бойынша орманның азаюы, қалдық заттардың суға лақтырылуы. Бұндай экологиялық жағдай бүгін пайда болған кезде ол ондағандар жыл бойы қалыптасады. Қазіргі кезде Деркөл өзенінің суы түсі ашық жасылдан қою жасылға дейін, немесе елді мекендердің қасында судың түсі нормадан төмен. Кузнецов ауылы, Тасқала ауыл тұрғындарының қалдық заттарды суға лақтыруы байқалады. Адам табиғатпен бір комплексті бұзып, болашақта Деркөл өзенінің бассейнін қандай жағдайға келіп соқтыратын түсінуі керек. Сондықтан біздер өзіміздің тұрып атқан ауданымызда Деркөл өзенінің бойының қандай экологиялық жағдайын қорғау үшін жаппай экологиялық сауаттылыққа мән беруіміз керек. Құрметті студенттер, үйге тапсырма. Ауылымызды сумен қамтамасыз етіп отырған жерін суландырып, өмірімізге мән беріп тұрған Деркөл өзенінің экологиялық жағдайын жақсарту бағытында сіздер қандай ұсыныстар берер едіңіздер? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.